Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul Ajrumiyya Arap tili grammatikasındamız. Sonun içinde Zonna ve ahvatuha'nı okup жатқан жайымыз бар. Zonna және ahvatuha degenimiz ne? Zonna және оның туыстары. Неге туыстары делінеді? Өйткені сөйлемдегі қызметтері бір болғандықтан осы топқа жататындарды, қызметтестерді не дейді? Zonna және оның туыстары деп атайды. Zonna және оның туыстары мубтада мен хабардың басына келген кезде, мубтада дегеніміз не еді? Мубтада дегеніміз бастауыш деген сөз. Хабар болса баяндауыш. Мына осы мубтада мен хабар болып келген сөйлемдердің сөздің басына келгенде екеуін де мансуб күйіне өзгертеді дедік. Яғни соңғы харекелерін фатхаға өзгертеді, немесе фатханың орынбасарының біріне өзгертеді. Мысалы, zonantu zaydan qaiman, alimtu zaydan qaiman деген сияқты. Және де бұл зонна және оның туыстары мубтада мен хабардың грамматикалық үкімінде өзгертеді. Сонда бұлар зонна және ахуатуханың бірі келген кезде мубтада мен хабар, мубтада хабар болудан қалып маф'ул деген атауын алады. Мубтада мысалы маф'улул ауал бірінші маф'ул, хабар болса маф'улус тани. Алайда кей жағдайларда зонна және оның туыстары мубтада мен хабарды өзгерте алмайды екен. Мубтада мен хабарды өзгерте алмайтын кездері де болады. Бүгін сол жайында сөз ететін боламыз. Біріншісі, егер зонна және оның туыстары сөйлемнің ортасында келсе, яғни мубтада мен хабардың ортасында келсе. Мысалы, зайдун зонанту қаимун. Осы мысалда зонанту етістігі мубтада мен хабардың ортасында орын алып отыр. Сол себепті ол екеуін мансуб етпеді. Яғни соңғы харекелерін өзгертпей марфу күйінше, даммал күйінше қалдырып отыр. Себебі зонна екеуінің ортасында келгендіктен. Сондай-ақ екіншісі, зонна етістігі егерде осы мубтада мен хабардың соңында келсе де өзгеріс жасай алмайды. Зайдун қаимун зонанту. Зайд тұрып тұр деп ойладым. Бұл жерде де зайдун қаимун болып марфу күйінше оқылып тұр мубтада мен хабар, ал зонанту соңында келіп тұр. Сол себептен өзгеріске ұшыратпай жатыр. Егерде осы екі жағдайдың бірі орын алса, зонна және туыстары мубтада мен хабардың харекелесін өзгерте алмайды, марфу күйінше қалады ол екеуі. Және де грамматикадағы орнын, яғни үкімін де өзгерте алмайды. Бұл мысалда ереже бойынша зонна келгендіктен зайдан қаиман болып мансуб күйіне өзгеру керек еді. Алайда зонанту етістігі ортада келгендіктен зайдун қаимун болып өзгермей қалып отыр. Әрі бұл жерде мубтада хабар болып грамматикалық үкімі де өзгермейді бұл екі жағдайда. Бұны араб тілі синтаксисінде әл-илға дейді. Келесі жағдайларда, қазір келесі айтып өтетін жағдайларда зонна және туыстары мубтада мен хабарды харекесін өзгерте алмағанымен оның грамматикалық үкімін маф'ул күйіне өзгертеді. Бұны ат-та'лиқ дейді. Келесі сайып өтетіндерімізді ат-та'лиқ дейді. Олар бір, егерде зонна және оның туыстарынан кейін мә ан-нафия деп аталатын болымсыздықты тудырар мә әрпі келсе. Болымсыздық мағынасын тудырар мә харфы келсе де, зонна және оның туыстары мубтада мен хабарды өзгерте алмайды екен. Мысалы, зонанту мә зайдун қаимун. Міне осы жерде зонна етістігі сөз ортасында немесе сөз аяғында келіп отырған жоқ. Бірақ өзінен кейін мә болымсыздық мағынасын тудырар, мә харфы келіп отыр. Сондықтан да зонна сөзі өзінен кейінгі келген мубтада мен хабарды мансуб күйіне өзгерте алмай отыр. Алайда бұл жерде зайдун қаимун болып марфу күйінде оқылғанымен бұл екеуі маф'ул күйіне өзгереді. Сонда мысалы зонанту мә зайдун қаимун дегенді талдайтын болсақ, зонанту фи'л фа'ил, мә болса харфун нафия, сосын барып зайдун мубтада қаимун хабар, мубтада мен хабар екеуі қосылып фи махалли насбин маф'улей зонанту, мансуб орнында келген зоннаның маф'улы деген атау алады. Екінші жағдай ин ан-нафия келсе де солай. Болымсыздық мағынасын білдірер ин харфы келсе де мубтада мен хабарды өзгерте алмайды. Мысалы, алимту ин зайдун қаимун. Зайд тұрып тұрмағанын білдім.
Осында алимту етістігі мен мубтада және хабар арасында ин ан-нафия келгендіктен мубтада мен хабардың соңғы харекесі өзгермей марфу күйінше қалып отыр. Бірақ ол екеуінің грамматикалық өкімі маф'ул болып есептеледі. Маф'ул болып өзгереді. Сөз жүзінде өзгермесе де харекелері грамматикадағы өкімі өзгеріп отыр. Және де лонна және оның туыстарынан кейін ла ан-нафия келсе де солай. Вонанту ла зайдун қаимун деген сияқты. Бұл жерде де мансубқа өзгерте алмай тұр, себебі араға ла харфы кіріп отыр. Сонда вонанту фи'л фа'ил ла харфун нафия зайдун қаимун мубтада және хабар. Фи махалли насбин маф'улей вонна. Лямул иптида, иптида деп аталатын лям харф де келсе солай. Вонанту ла зайдун қаимун. Лямул қасам, қасам, яғни антты білдірер лям харфы келсе де солай. Харекеттерін өзгерте алмайды. Кім өзгерте алмайды? Вонна және оның туыстары. Сұраулы сөйлем болып келсе де солай. Мысалы, алимту азайдун индека ам амрун. Осы жерде азайдундағы а бұл харфул истифхам. Сұраулы сөйлемді білдіретін харф. Демек, вонна және оның туыстары сөйлем ортасына немесе сөйлем аяғында келсе, мубтада мен хабардың харекелерін жай күйін өзгерте алмайды екен. Мансуб күйіне өзгерте алмайды, мубтада мен хабар марфу күйінше оқыла береді, яғни даммал күйінше оқыла береді. Және ма ан-нафия, ин-нафия, лан-нафия, лямул иптида, лямул қасам, ал-истифхам, сұраулы сөйлем мысалы. Осылар келген жағдайда воннадан кейін, ол кезде де вонна және оның туыстары мубтада мен хабардың харекелерін жай күйін мансуб күйіне өзгерте алмайды, марфу күйінше оқыла береді ол мубтада мен хабар ол жерде. Енді осы жерде маңызды нәрсе айта кетейін. Осы айтылған ереже вонна және оның туыстарының ішіндегі аф'ал құлуб деп есептелінетін бөлігіне ғана қатысы бар. Ал арасындағы аф'алу тахуил етістігіне жататын бөліміне қатысы жоқ. Жалпы вонна және оның туыстарын екіге бөлетін болсақ, аф'алул құлуб, аф'алу тахуил болып бөлінеді екеуі. Біз өткен дәрісте бұлар төртке бөлгеніміз, алайда ол төртке бөлінген деген сөз ол өзара бөлінген. Ал жалпы бөлген кезде екіге бөлінеді, аф'алул құлуб пен аф'алу тахуил болып. Аф'алу тахуил дегеніміз бір халден екінші халге өзгертетін етістіктер. Сайяра мағынасында. Аф'алу тахуилда бірнешеу, алайда мына кітапта екеуі ғана берілген. Иттахоза мен жаала. Мына осы кітаптағы иттахоза мен жаала екі етістік аф'алу тахуил болып есептелінеді. Өзгесі аф'ал құлуб болып саналады. Бұлар аталмыш сайып өтілген жағдайларда мубтада мен хабарды өзгеріске ұшырата алмайды. Қандай жағдайлар еді? Бір. Егер де вонна және оның туыстары сөйлемнің ортасында келсе. Екінші, сөйлемнің аяғында келсе. Мубтада мен хабардың аяғында келсе. Зонна етісінен кейін мән нафия келсе, лән нафия келсе, ләмул иптида келсе, лән нахия келсе, ин нахия келсе, ләмун қасам келсе, сұрау сөйлемнің харфтері келетін болса, оны таълиқ дейміз. Ол кезде де вонна және оның туыстары, дәлірек айтқан кезде соның ішіндегі аф'ал құлуб бөлігіне жататындары мубтада мен хабардың харекесін өзгерте алмайды. Яғни мансуб күйіне өзгерте алмайды. Вонна және оның туыстарына байланысты қосымша білген абзал дейтін мәселелер осы. Және тағы айта кететін болсақ, вонна және туыстарының бәрі өткен шақ, келер шақ бұйрық рай қалыбында қолданыла береді. Сондай-ақ мысалы исму фаал ретінде де келе береді вонна және оның туыстары. Ана воннун зайдан қаиман деген сияқты мысалы. Исму маф'ул қалыбында да келе береді. Зайдун мавнунун абуху қаиман деген сияқты. Бұлардың барлығы қосымша үкімдер біле жүргеннің артықшылығы жоқ. Осымен вонна және туыстарына байланысты айтарымыз осымен тәмам. Келесі дәрісіміз ан-наът, яғни сын есім. Сол жайында айтып өтеміз. Валхамдулиллахи раббил алемин.